Сәлеметсіздер ме, өмір толқындары арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Ерғали жасы 50-ден енді аса берген шағында, тұтамға толмайтын келте ғұмырдың небір қызықты сәттері мен қиыншылықтарын сепкесіп, бірге өткізген әйелі батестен ойда жоқта айырылып қалды. Күздің қара суығында тосыннан жабысқан кесел байғұсты төсекке таңып, ақыры көктемнің ызғары тарқап, жердің тоңы жібімей жатып, алып тынды. Марқұм ақты демі бітер алдында баласын ымдап жанына шақырып алып, әкең жалғыз қалып барады, ренжітпе деген сөздерін анық естігенде, онсызы үгетіліп шаққа отырған Ерғалидың екі иығы селкілдеген. Құдайдың құдіреті. Енді санаулы сәттерден кейін мынау жарық өмірді бір жолата тәрк еткелі жатқан адамға қарағанда, талқаны таусылмағандықтан қызығына тойдырмайтын тіршілікте әлі де ризығын теріп жүре тұратын, өзгенің тағдырын ойлап, мүжілудің қаншалықты қажеті бар еді. Бір сәтте еңкіш тартып қалған Ерғалидың көмейіне ашы өксік кептеліп тұрып қалған. Ақыры ажал деген ан тұрғанның алдында дәрменсіз екенін ұғып, түбі бәріміздің де барар мекеніміз қара жер ғой деп ой қорытқан. Әшейінде ағайын туыспен көрісіп, жылап сықтап жүріп байқамапты. Бәтестің денесі қара жердің қойнына тапсырылып, қабырғаны қайыстырған қазаның батпаңдаған салмағы жеңілдей басаған кезде ғана бірнеше күн бойы үй жағалап жүрген жалғыздық азабы кеудесіне кеу-кеулеп кіріп алып, мұнымен бірге табалдырықтан аттаған. Ерғали басын соқса болды, маңдай тұсынан қайғының қара суығы уілдей соғып, қарсы алатын қара шаңырақта шын мәнінде жападан жалғыз толдыр қалғанын түсінген. Ерғалидың жан азабын өзінен басқа ұғатын ешкімде жоқ еді. Бала шағаның өз қызығы өзінде. Қайран жиренше шешенім-ай, қатын өлді дегенше қамшының сабы сынды десейші, деп бекерге бүгіліп отыра кетпеген екенсің ғой, деп мүжіліп, жалын ата күрсініп алған. Өзге біреу болса, жыл өткеннен кейін өлмек артынан өлмек жоқ деп, жер таянып қалған еңсесін тіктеп, ортасынан үзіліп қалған өмірді әрі қарай жалғастыратын серік іздеп, тентіреп кетер еді. Ал Ерғали мүжілумен болған. Ақыры санасын жаулап алып, іштей кемірген сары уайым атар таңды кірпік ілмей шығарып салатын. Ерғалиді дертке ұшыратты. Үлкен баласы еті ауырып, қу сүйегі қалған әкесінің басын қалтаңдатып, жетектеп дәрігерге апарып еді. Ерғалидың денсаулығына байланысты түрлі тексерулерден өткен қағаздарына көз салып отырып, айтар әңгімесінің тігісін жатқызып, сыпайламай әңгімесін төтесінен тартты. Әкеңіз өкпенің қауіпті ісік ауруына шалдыққан, тездетіп ем қабылдамаса айырылып қалуыңыз мүмкін, деді ұлы Аманға. Бір қызығы, аты жаман кеселдің атын естігенде талайларды ақылынан айырып, жай соққанда есеңгіретіп тастайтын тосын әңгіме Ерғалиға пәлендей әсер ете қоймады. Ау, енді мына тіршілікте не қызық қалды, деп торыққан ол, әлі топыраға дегді бүлгірмеген бәтесінің соңынан аттанып, жанына барып жатқысы келген. Енді не қалды, деп түңілді. Бірақ қателескен екен. Ерғали қу жанын
жаратқанға өз еркімен тапсыруға пейіл болғанымен, түбіне дейін түгесіліп бітпеген ғұмырдың бұл көруге тиісті азабы мен мысқалдай қызықшылығы әлі де таусылмаған екен. 6 адам жататын аядай бөлмедегі адамдардың бәрі Ерғали сияқты жанынан безген адамдар емес. Сәттік өмірдің көмескеленген жарық сәулесін жалғастыруға үлкен үмітпен келіп, ажалмен арпаласып жатқандар. Сізбен төсек ауыстырсам бола ма? Деді басына шыт орамал байлап алған көк көйлекті келіншек қиыла қарап. Келіншектің үркектеп қараған әдемі жанарында белгісіз үрей бар еді. Ол айтарын айтса да, қысылғаны ма, тамырлары адырайған нәзік саусақтарымен темір төсектің жақтауын сығымдап қыса түскен. Күннен күнге сүйегін кеміріп, шөжітіп бара жатқан қауіпті дерттің сүйкімді әйелді бір кездердегі әдемі ажарынан айырылғанымен асты қалталана бастаған жанардағы сұлулықты бір жолата өшіруге дәрмені жетпегені көрініп тұр. Мына терезенің жақтауынан жел соғады екен. Қандай алапат күштің билеп төсеп әкеткенін Ерғали өзіне қиыла қараған мына жанардың құдіретінің алдында шарасыз екенін ұқты. Төсегін ауыстырып алған келіншек жат адам екен деп жатырқайтын емес, самбырлап сөйлеп тұр. Құдай-ау, мен тіпті сіз деп қоямын. Түріңізге қарасам, әрі кеткенде менен 5-6 жас үлкен сияқтысыз ғой. Сіз деп сызылмай-ақ атыңызды айта берейінші, деді жылы жымайып. Ол ептеп езу тартқанда ақша бетіне ойнап шыға келген оймақтай шұңқыр, онсыз да сұқтандырып тұрған сұлулықтың құдіретін мүлде аспандатып жіберді. Ерғалидың жүрегі қабына симай атқақтап қоя берген. Тәңірім-ау, неткен сезім. Мына келбет бұдан 40 жыл бұрынғы бәтестің ажарын есіне түсіргендей ме? Қалай? Жан дүниесі астан кестең болып кетті. Бірақ бейтаныс келіншек оны байқамаған секілді. Мен еңілікпін, деді ол нәзік саусақтарын Ерғалидың алақанына тастай салып. Келіншек мұның атын естігеннен кейін ойланған кейіп танытып, әлде бір оқиғаларды есіне түсірген. Біздің ауылда Ерғали деген бақтың қарауылы болған. Қатты қорқатын едік, жарықтық, жақсы кісі еді. Осыдан 1 жыл бұрын дүние салды. Еңілік күрсініп, терезеден сыртқа тіршілікке көз салған. Жақсы адамдар өмірден неге тез кетеді екен? Ол мұңайған. Ал мен мынандай аты жаман дертке шалдығамын-ау деп өмірімде ойламаппын. Қайтемін, Құдай салды, мен көндім. Қабағына сәл кірбің жүгірген еңіліктің қарлығаштың қанатындай қастарының түйісуінің өзі ғаламат еді. Тәңірім-ау, бұл неткен сезім. Табан астында ақыл есінен айырылған. Бұл не деген сиқыр, не деген құдірет. Кезінде бәтеске де дәл осылай ессіз ғашық болып еді. Қой Ерғали, қартайған шағыңды адасып, алжаспа, ақылға кел, дейді ішкі түйсігі. Еңіліктің ұялы телефоны бебеулеп қоя берген. Әдемі жанары тас төбедегі аспалы темірге ілініп, ішіндегі ертіндісі жарық сәулесімен сан құбылып ойнаған шыныға тесіле қараған келіншектің көздерінен әлде бір қуаныштың нышандары байқалған. Ар жақтағы адам амандық саулықтан соң балалардың кемпір шалдың қолында екенін айтқанда еңілік абыржып қалды.
Ерғали келіншектің бейтаныс адаммен емін жарқын сөйлескеніне қарағанда, күйеуісін-ау деп топшылады. Онсыз да жер таянып жүрген атам мен апама кішкентай Дәнебекті апарып тастағаның обал емес пе? Тас бауыр екенсің. Таңертең балабақшаға апарып, кешке таман өзіңнің алып қайтуыңа болатын еді ғой. Ар жақтағы адамның дауысы енді қатқылдау шыға бастады. Қызықсың, ауруханадан қашан шығатының да белгісіз. Менікі осы бастан балалар кемпір шалға бауыр басып үйрене берсін деген ой ғой. Бейтаныс адамның даусын созып, рак дегенің оңайлықпен жазылмайтын дерт қой, деп ары қарай ауыр күрсінгенінде естіп қалды. Сонда сен мені осы ауруханадан өмір бақи шықпайды деп ойлайсың ба? Түсінсеңші, осы уақытқа дейін мұндай кеселден құлан таза айығып шыққан адамды көрмек түгілі естімеппін де. Ойланбай айтылған соңғы оспадар ой еңліктің жанын мүлде жаныштап жіберген сияқты. Келіншектің әдемі жанарынан бір тамшы жас үзіліп түскен. Қолайсыздау хабарды аттандап жеткізіп, мақсатына жеткен ұялы телефон түк болмағандай тілін тістеп, келіншектің оң қол жағына барып жайғасқан. Әлден соң улы дәрілерді білектегі тамыр арқылы айдаған өрімдей қыз түсі қып-қызыл дәріні инеге қоса бергенде еңліктің қорқынышты үні естіліп қалды. Мұны салдыра алмаймын. Өткен жолы өліп қала жаздағанмын. Сіздің мынауыңыз қызыл телпек қой, деді. Мейірбике алақанын жайды. Дәрігердің сізге тағайындаған дәрісі осы болса, мен не істеймін? Қатып қалған жүйенің тәртібі саңырау еді. Улы ертінді кішкентай түтікше арқылы сап-сау ағзаның тамырын зақымдап, өкпе мен бауырға қарай жол тартып бара жатты. Бұл құрғырдың ем ретінде алып жатқанда залалы білінбейді. Бәрі кейін, деді ол Ерғалиға қарап, мұңын шағып. Еңліктің төбесіндегі салбыраған дәрі шынысындағы тамшыларға қарап жатып, қалғып кеткенін байқады. Пісте мұрын, үлбіреген ерін, демін алған сайын, кеудесі жел көрік сияқты бір көтеріліп, бір басылады. Еңлік қол созым жерде жатыр. Ана әппақ саусақтарды сыртынан аялап сипағысы келді. Бірақ Құдай-ау, оған дәрмені жетер ме? Бұл үшін баға жетпес, асыл дүниені абайсызда қолынан сусытып түсіріп, сындырып алса ше. Ерғалидың тынысы тарылды. Кенет келіншектің денесі дір ете қалып, шошып оянып, «Бісміллә» деп күбірледі. Ерғали, ояу жатырсың ба? Деді ол, сосын жүзін бері қарай бұрып. Жат адам-ау деп, жатырқайтын емес. Ауылда жүр екенмін деймін. Көкпен таласқан хан тәңірінің ұшар шыңдарының ар жағынан өрттей алаулап, күн көтеріліп келеді екен. Кәдімгі қайталанбайтын қызыл шапақ. Түсінесің бе? Мен табиғатымнан атқан күнді де, қайталанбайтын өмірдің бір күнін ұрлап, қыр асып барып, көкжиекке сіңіп кететін батқан күнді де жақсы көремін. Қызыл шапақ. Еңлік әлде бір тұңғиықтың құшағына шым-шым батып бара жатты. Содан кейін еңлікті көріп тұрғаны осы. Ерғалидың жүрегі лүпілдеген. Үстінде қызыл күртешесі бар. Тартып алған қызыл орамалдың төменгі жағынан Ерғалиді жіпсіз байлаған сиқырлы жанар мөлдіреп қарайды. Тек келіншектің өңі ғана солғын, жүзі сахарға салып алғандай қоп-қу.
Қоңыр күздің аспаны көзін құрғатпай, ағыл-тегіл жылап тұр. Мүмкін бір жерге барып, дәмауыз тиерміз, деді Ерғали. Еңлік бас изеген, тек былай шыға бере. Ерғали, деді қиыла қарап, тек сен жаман ойлап қалмашы. Қарсы болмасаң, басқа бір жерге барып демалсақ қалай болар еді? Келіншек билеп төсеп әкетіп барады. О, тоба! О не дегеніңіз? О не дегеніңіз? Қалауыңыз білсін, деді. Еңліктен мұндайды күтпеген Ерғали сасқалақтап. Дәл осы қалпында Ерғали еңлікпен аспанға ұшуға да дайын еді. Ерғали қаланың қақ ортасынан пәтер жалдады. Еңлік екеуі ғана. Армандаған келіншек дәл жанында отыр. Кеуіміз екеуміздің қосылғанымызға 30 жылдан асып барады. Ерлі зайыпты деген атымыз ғана. Сүйіп қосылдық па, ол жағында тап басып айта алмаймын. Мүмкін ұшпа сезім болған шығар. Кейін бәрі су сепкен оттай күлі бұрқырап басылып қалды. Тек балалар үшін ғана өз-өзімізді алдап өмір сүріп келеміз. Жанымды жеген жалғыздықтан қашып құтыла алмай, іштей күйзелдім. Тұйықтан шығатын жол іздеп аласұрдым, тек таппадым. Мен үшін түн азабы ауыр еді. Ыстық қызуын өзгеге беріп келген еркектің бөрене денесін құшақтап жатқаннан ауыр нәрсе жоқ шығар. Мен енді мына науқастан оңала алмаймын. Бәрі де кеш. Дәрігер ашып айтпады. Бірақ өз хәлімді өзім сеземін. Әрі кеткенде бір ай өмірім қалды. Немесе одан да аз деп шамалаймын. Қойшы, олай деп айтпашы, деді Ерғали. Еңлік осы тап қазір кетіп қалатын адамдай үрейленіп, келіншектің үлбіреген ернін алақанымен басты. Көресің, әлі қайғып кетесің. Мақұл десең, бірге тұрамыз. Қойшы Ерғали, осындай жылу жоқ сөздерге сенеді деп ойлайсың ба? Ерғали шөкелеп отырып, келіншектің сүйріктей саусақтарын маңдайына басқан. Оның жанары жасаурап тұр еді. Жоқ, Ерғали, мына қатал тағдыр біздерді кеш жолықтырды. Ендігінің бәрі бекер. Сен қалай ойласаң, солай ойла. Осы жолы алғаш рет санамның еркіне бағынбай, өмірімнің қалған санаулы сәттерінің бірін өзіңмен өткізгім келді. Мүмкін бұл менің әйелге тән әлсіздігім шығар. Ол жағын өзің білесің. Соңғы шешімім осы. Келіншек дәл қарсы алдында жүрелеп отырған Ерғалидан қимыл әрекет болмағаннан кейін орнынан түрегеліп, мұнан кебірсіген ернінен сүйді. Бұл бір-біріне алыстан ынтыға қарап, шөліркеп, ындындары құрыған асау сезімдердің арпалысы еді. Аймаласқан екеу мұнандай аяулы сәттің аяқталмауын тіледі. Алайда әшейінде жылжымайтын сараң уақыт бұл жолы ашқарақтық танытып, ес-түссіз балқыған екеудің тілмен айтып жеткізуге болмайтын асыл сезімдерін сырт жұрттан ұялып, көлегейлеген мақпал түннің түндігін ерте түріп, қараңғылықта қылғытып жұтып қойды. Қас қылғандай көк жиектен көтерілген бозала таңның еңлік жақсы көретін қызыл арай шапағы себезеп, төсектің үстіне түскен. Ләззатқа толы қайталанбайтын түн қарасып барады. Еңлік тәнін ақ жаймамен бүркеп,
Ерғалидың маңдайына сүйген. Ерғали, бұл біздің соңғы түніміз сияқты. Мына қайырымсыз тағдыр неге екеумізді кеш жолықтырды екені? Енді кездеспейтін сияқтымыз. Бірақ өзіңмен болған сәт өмірімді жарты кезге болса да ұзартқан сияқты. Неге мұндай әлсіздікке бардым? Ол жағын саған түсіндіре алмаймын. Кешір. Араға 2-3 күн салып, ауруханаға барған. Ерғалиді алдынан жаман хабар күтіп алды. Жанындағы төсегінің бос екенін көріп, үрейленген. Мына кісі қайда? Деді мейірбикеден. Ол таңқалған сыңай танытты. Естімеген екенсіз ғой. Көршіңіз кезекті емді көтере алмады. Осы жаңа ғана дүние салды деп естідім. Не дейді? О дүниелік болған келіншектің не бауыры, не байы емес. Мына егде еркектің жүзі әлем тапырақ болып, орнынан айғайлап көтерілгеніне жанындағылардың бәрі шошына қараған. Қазір зембілмен алып шығады, деді мейірбике. Ерғали ұзын дәліздің келесі басына көз салған. Әне, үстінде мәйіті бар. Сақырлау зембіл арбаның май көрмеген доңғалақтары шиқылдап, жақындап келеді. Құдай-ай, еңілік болмаса екен. Ерғали Құдайдан жалбарынып сұраған. Мүмкін ол емес, басқа біреу шығар. Лайым солай болғай. Мүмкін емес. Көзімен көрмей, көңілін сендіретін түрі жоқ. Кезекті құрбандығын ала қашқан арбаның дөңгелектері ән салып, дәл жанынан өте бергенде, денеге жабылған жайманың ашық қалған шетінен, көк көйлектің жеңі мен жартылай шығып қалған саусақтан таныс Сақинаны көргенде, жүрегі дір ете қалды. Бұл еңілік еді. Бәтес дүние салғанда қу таңдары кеуіп, көзінен жас тамбаған жанардан сорғалған тамшылар 5 тарам болып ағып, Ерғалидың бетін айғыздаған. Бұл жолы ол ешкімнен де қымсынған жоқ. Самай шашын ақ шалған жігіт ағасы көз жасын сіміре жатып, үн-түнсіз егіліп тұрды. Деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.